Осы сабақты жақсы оқып, көп бес ал. Көп бес ал. Материал сабақ. Асылда етсіңді, шақ материал сен айтшы кімге? Не жақ қозады? Бүгін сіздер қорытынды сабақ. Біз неше сабақ бойы қорытынды жақ қозады, қайталадық, оқыдық, мазмұндадық, оның сюжетін бәрін білеміз ғой. Енді қазір үй жұмысын осыны қайталау үшін мына ойын ойнаймыз. Қазір мен бір баланың атын айтамын. Қазір бір баланың атын айтамын. Сол баланың мына жерде тұрған санын таңдай. Соның ішінде сұрақ бар. Ол сұраққа оралған нүктеге байланысты, ортайын жақ қосатқа байланысты, иә? Қазір маған жауап береді. Зина жауап береді. Қай сұрақ береді? Көп сұрақты сұрайық. Оралған өлкені әлемге танытқан қандай повесть? Қазір өрнемізden мінез көрді, мінез ақ көзір. Оралдан өлке қай жылы қай жерде дүниеге келді? 1943. Қай жерде? Шығыс Қазақстанда. Қандай шығармалар? Ортайымды ақ қоз. Қандай шығармасы бар еді? Бекарыстында? Анамның, апамның астауы. Сосын. Не отырып бірге? Жақсы отырамыз. Енді бізде көп сұрақ қалды. Рамасан қайда? Рамасан қайда? Алтын. Үштемдегі мақсат не? Әңгіменің соңында тортай автордың үйіне келеді, иә? Не үшін келеді? Не үшін келеді? Не үшін келеді? Соңында келесі ғой. Амандасып, денсаулығын білу үшін келді, иә? Келесі кім сұрайды? Екі сұрайтын ба сен? Ең алғаш шығармасы қандай? Жақсы. Енді қазір біз үй тапсырмасын бәріміз қайталаған екенбіз, бәріміз біледі екен. Сен жаңа тақырыпты әрі жалғастыру үшін ең алдымен топқа бөлініп алайық. Топқа арасында ағызда жазып көріңіз. Апай, маған неге бересіз? Отырамыз тез қиялдау. Қазір мен топтың басшыларын сайлаймын. Топ басшыларын тыңдап алыңдар. Әр тапсырманы орындаған сайын өзінің тобындағы балалардың атын жазасың. Бірінші сен тобында Бекарыс, Наскен жазып қоясың. Сосын қай тапсырмада неше бал алды сол бала. Бестерге айтып отырамын, соны жазып отырасың. Болды. Топ басшылар сендер бәрін бақылап қарап отырыңдар. Кім қалай жауап береді, кім қанша бал алады деген сияқты, иә ма? Қазір бірінші тапсырма былай. Біз Тортай мен Орашның достығы туралы білеміз. Екеуін қандай бала екенін кластерге тез түсіреміз, иә ма? Мына топқа әңгімеде мысалы келтіруге болады, жазуға болады.
Маған бермедіңдер ғой. Бізден арман тобы, иә? Ораш қандай? Ораш қарапайым, арманшыл, ақылды, жақсы, бедерді, және де абалдас, және де мейірімді. Тоқтай қандай? Тоқтай қандай? Тоқтай ол көп кітап оқиды, арманшыл, жетім бала. Жетім бала. Үңгірде тұрады, білімді және тез бауырмасы болады. Тез бауырмасы болады. Жақсы, отырамыз. Үш топ қарастырып шығамыз. Мына сұрақ жазған, осы бойынша жауабыңыз іздейсіздер. Мына жауапқа сұрағыңыз іздейсіздер. Түсінікті ме? Қазір саяқтамыз. Бейбарға тілеймен ана екі де ме? Апай? Екі де ме? Қайда тұрады? Міне, мысалы, мына жақта сұрақ жазып тұр, иә? Мысалы, мында сұрақ тұр. Осы сұрақтың жауабы қайсы? Ізден пазылдардың ішінде ізден. Соны қарастырасың да, апарып жанына былай жазыстырасың. Мынау сұрақ болсын, мына жауап. Арғаннан мына жердегі сұрақтың жауабын мына жерге жазыстырасың. Клебен не клебен? Ораш досына қандай тілек айттың? Тоқтайдың тас көппелі оқыған кітабы қалай аталады? Апайналарым маған бөліспей жатыр. Көмектес, Алиханға берді. Былай болады, қарап. Міне қоймауы өйстіп, бірақ мынау қатарларын бүйтіп қою керек қой, мысалға өйстіп. Садық көрдім. Садық көрдің, сосын Есікбаймен Аян, қайда? Аян сайда кіммен төбелесті? Есікбаймен. Бөлістен бұзау айдап келе жатып сұрағын қойбай. Аян тобын қалай шығарып алды? Бөлістен бұзау айдап келе жатып дұрыс, ары қарай. Сұрақ болды. Аян әжесі қайтыс болғаннан кейін кімнің үйіне барды? апайдың үйіне барды. бастықтың классисті Ораш. Тоқтай туралы қандай ой айтты? Жарабадыз келді. Мен соңында Ораш қандай шықты айтты? Бұлай соғамыз. Бұл баста рол қояды дейді. Бастарына ұлмайды дейді. Енді бұлай, аяқ жатыр. Олай қойды! Білемін. Осы диалогты сенің ақбозатың бар емес пе? Жоқ, менің маңдайыма көк көзі жазылған. Бірақ ер жеткен кезде бәлкім өзім де алатын дәрежеге жетемін деп аяқтар едім. Жақсы, Динас. Тоқтайдың олар өскен кезде Тоқтайдың үйіне келіп ұялғанмен кіре алмаған жерім былай жазатын едім. Ораш Тоқтайдың үйіне кіріп қалың сұрайтын еді. Соны сол аяқтай едім, иә? Сенде ақбозат бар емес пе? Ал, Тоқтай, жоқ, мен маңдайыма көк көзі жазылған. Армандай өлсе, мен барлық мақсатыңа жетесің. Кітабыңды оқи бер, бәлкім сенен де мықты маман иесі шығар. Молодец, жақсы, жарайсың, мықты. Маңдайымда көк көз жазылған жердің орнына себебі менің отбасым жоқ және де өзімнің арманымнан жете алмаймын ба деп қорқамын. Сол себепті менің баспаларымда жазылған. Өскенде арманыма жетемін, оған қайғыра бермеймін деп жазылған. Оған қайғыра бермеймін деп жазылған, иә?